Сәлем достар. Бүгін мен 5-6 картошканы жуып, ұсақтап жіңішкелеп тұрадым да, жұқалап. Одан кейін матаға кептіріп алдым. Қазір майға қуырамыз. Кішкене сарымсақ, тәтті бұрыш турап алдым. Табамызға май құйып, кепкен картошканы қуырамыз. Әбден қызартып. Қуырып алғаннан кейін сүзіп аламыз да. Басқа табамызға біраз май құйып, сарымсақты, тәтті бұрышты 1 минуттай қуырып аламыз. Кішкене қара бұрыш қосамыз. Одан кейін үстіне жаңағы қуырып алған картопымызды салып, біраз тұз салып, араластырып, 1 минутқа бұқтырып аламыз. Өйткені картошка жаңа қуырылған кезде уже пісіп кетті. Жұқағып турағандықтан. Өте дәмді болады, дайындап көріңіздер.